Так, мынау ертікі эле азыр түптү. Эртең пияз мана кала койдум мына. Assalamu alaikum, hurmatlı Alay elinin bağbanları, işgerileri. Айтмакчы, мен бүгін Алай елінің бағбандары дебестен бүткіл Кыргыз елімде сүйлейінші, Канат. Анткени биздин экөөбүздүн тартканыбызды, экөөбүздүн көрсөткөнүбүздү Алай элине көрбөстөн биздин бүткүл республика көрөт экен. Мен буга аябай сыймыктандым. Кантип делдейин. Şu 20 gün murun maşinam buzulup kaldı ile. Oşko maşina pazarga varsam, zapças karab dursam bir jigit jolup, assalamu alaikum, dikançılığınız kanday bolup atat deydi. Anan aябай жакшы. Men seni tanımadım ki kası bala olasın desem, siz beni tanımaysınız. Men sizdi uşunday bir rolikleri çıkarıp göstergenizden tanımadım deydi. Kandaydır bir tolkundanуу менен, kandaydır bir sıyık менен kabul aldım bunu. Oşol эле жана запчасты ал жерден ала албай daha bir top жерге барсак, артыман daha bir bala gerek, жашыраак bala gelip саламатсызбы, саламатчылык. Sizden ikinci жолу картошка эккениңизди көрүп, tamdan buruşuna bir top kartoşka alıp kaldı. Lapçığı vırgıtı ürdüm ile. Kayra alıp gelip yegip aldım. Мен hazır en sonun ösüp jakşı düşün bergen oturат dep aytты da. Demek bizdi bir alay görübey başka yerlerden dağı görötkende. Bir jaman jeri oşo baldarda ya aynanayın sen kayerden bolasın atın kim dep surabay kalıp durma. Geçen günü nasıl gösterdim bu şu yerde plastik ayna kulduraylı dep Oşton kurstan degen şu bizim alaylık balanı çıkırsam oşo menen oşo bir talant degen bala geldi. Al geldi şöyle internetten görüp gökneselerdi үйрөнгөн агайдын үйүнө келдик. Мен турбайбыз деп ушундай таң калгандары мени кыйла кандайдыр бир бизди бир эле Алай эли көрбөй башка жактан бардыгы көргөн үчүн biraz толкунданып, biraz сыймыктандым. Жазымдасы ушул жерди сиздерге көрсөтүп, şu Алай району piyazды колго албай келебиз деп айттым эле. Ошондо ошол жерде piyaz эгилген piyazды көрсөттүм эле. Канат айтмакчы бүгүн дагы эле сиздерге ошол бүгүнкү видеолордун бардыгын Канат Шарып Алайдын көп жакшы жактарын элге таратып жүргөн балабыз Канат Шарипбеков тартып атат. Канат ошол piyazдар ушундай болду айнанан мына. Тазда эгилген piyazдар. Айтмакчы Канат экөөбүздүн ишибиз мындай бир мактанчылык же бир дегенден өтө алыспыз. Биздин районда кандай болот ошол жөнүндө гана сөз. Мынеке мен азыр сиздерге көрсөтөйүн. Канат эме алсам болот. Кайчын алып келейин. Мына ушул эле жер. Азыр таша ölçөп берейин. Бул жагы 2 метр, 2 метр. Бул жагы 5 метр Канат. Карап көрчү. Бул жагы кана 1-2 метр туурабы? 5 метр деп коелу. 5 метр жерден мына мени кышы менен жей турган пияз чыкты да. Көрсөңүздөр болот мынеке. Канат эгерде эме болсо экөөбүз муну тартып деле көрсөк болот. Мына чоңдорунчу. Мынеке. Sen баягы көрүп тамшанган piyazдар мына Канат. Көрдүм кандай сонун болгон. Быйыл demek урматтуу ишкерлер, урматтуу кыргыз элим,
Біздің алайда пияздың ең соның түсімін алса болады екен. Мына сіздерге көрсеттім. Алай районында пиязды алуның bir топ методтарын көрдім. Қандай методтар? Kışındası güzde yegip gördüm. Жазындасы егіп көрдім. Бірақ оптимальный ең жақсы алған алай районында көчет қылып, ошо көчетті ексе шундай жақсы пияз болады екен. Құдай бұйырып, аман есен тұрсақ, атайын шул пияздың ұрықтарын қайдан алған есімде, ал жерге барып, ошол пияздың ұрықтарын сатып келіп, емдеге жылы сіздер көрсеткен мынау теплицаның içine пияздың көчетін даярдайм. Емдеге жылы Құдай бұйырса аман есен тұрсақ, жаз келгенде сіздерден үгіттен. Менен ошол пияздың мынауындай көчеттерін алып, егіп, ушундай пияз аласыздар. Ошол пиязды ала еліне тарқату үшін мен ал жаққа бадырам егіп, көп ақша тапсам болады, бірақ сіздер үшін нашындағы көчет пияз қылып, егіп, сіздер менен аны алып, сатып аласыздар, сөз түрде кейін мауынандай пияз аласыздар. Еме, ошол азыр сіздерге қызық болушы мүмкін. Бұл кішінекей көчет пияздың басы қанша болады. Аны да көріп жатабыз. Анткени қанша расход кетті, менің ушул теплицама қанша киреше қылам, ушулардын барын ойлонуштуруп айтабыз. Ушул жердегі пияздарды, biraz жетпей қалған пиязды мен бір азырақ, бір 50 штукта 1 сомнан сатып келгенмін. Қалғандары өзім көчет қылып еккендер. Осы четіне biraz жетпей қалдылы, 50 сомдық сатып келдім, біреусін 1 сомдан алғанмын, оштон. Ем қалғанын көре жатарыз. Құдай аман есен тұрсақ, жазғамал сіздерге ошоны, ошо пияздың қандай болғандығын өзіңіздер егіп, алайда таза, ешқандай химикат қосылмаған жақсынаққа шындай пияздарды аласыздар. Құдай бұйырса. Так, қанат, бұл жерде пиязды бүттік. Еме есіңіздерде болса керек, мен сіздерге ошол екінші картошка егіп, ошол картошканың түшімі қандай болды, ушул жөнүндө да отчет берем деген, анда жүрүңүздөр ошол картошкага барайлы.